Қайырлы күн достар, қазір мен Ақбақай ауылына келдім. Ақбақай орта мектебіндемін. Мектепті таныстыра кетейік. Бірінші мектепті күтіп алған директор. Атыңыз? Оразалиева Мадина Қырғызалиевна. Қанша бала оқиды сіздерде? Бізде 87 бала оқиды. Екі ауысымда оқимыз. Бірінші ауысымда 53 бала, екінші ауысымда 34 бала оқиды. Бәрі қашықтықта ма еді? Жоқ, бәрі дәстүрлі ма? Дәстүрлі оқимыз біз. Бір бала ғана үйден оқытылады. Қанша бала сіздерде осы биыл бітіреді? Биыл бізде 11-ші сынып жоқ. 9-ші сыныптан 4 бала бітіреді. Кәнді мектепте осындай сан посттары бар ғой? Сан пост бар, ана жерде берген бір пост, ана медсестраның отыратын посты. Оның ең жерде вахтер менен охрана отырады мына жерде. Мына жерде екінші, үшінші пост бар. Бұл жоғарыға қарай көтерілген кезде. Асханада тамақ беріле ме сіздерде? Асханада тамақ беріледі. Қандай уақыттарда беріледі? Асханада бізде түске дейін беріледі. Қанша балаға беріледі? Бізде 11 балаға беріледі тамақ. Асханада 11 балаға беріледі. Қазір тамақ болды. Бізде мына негізі апатман? Сіз келіп енді мына жерде балаларды бұл жерде тамақтандырмайды. Қай жылы соғылып еді мектеп? Біз 2009 жылы салынды, 2011-де 9-да кірдік қой. 2011-де бұл мектеп апатты болып, мынаның бәрін қайттан жөндеуден өткен міне. Көрдіңіз бе, мынаның бәрін қайта жөндеуден өткен. Міне сейсмопоездар қойған ғой. Бізге жаңағы мына комбинат көмеккесі, австралийский мына мектептің жанынан бір қабатты мектеп салып берген. 2 жыл біз сол мектепте оқыдық. Содан кейін мына мектеп жөнделгеннен кейін біз осы мектепке қайттан көшіп кеттік. Апатты емес жерлер қандай? Сіздерде су уақытпен беріледі ғой? Су кәдімгі уақытпен беріледі, жетпей су. Су тасымал. Тасымал. Болды, азып қойыңыз. Су тасымалды болса, суды экономдайық. Судың не екенін мен жақсы білемін. Мына камераларыңыз сіздердің жұмыс істей ма? Істейді. Қай жерден көріп аласыз? Менің кабинеттен көре аласыз. Жүріңіз камераларыңыз көрейік. Өйткені қазіргі Қазан қаласында болған жағдайды білесіз, естідіңіздер, барлықтарыңызға ескертілді. Камералар жұмыс істеу керек, балалар мектепте, былай айтқанда бақылану керек. Сырттан келген. Осында екінші этажда үлкен боламыз. Бала санымызда. Сіздің кабинетіңіз осы жерде ме? Қызыл аймақ деп беріп қойыпты. Бұл мына жақ жаңағы жауып салынған бұл жақ кабинеттер. Саламатсыздар ма? Қанша камераларыңыз жұмыс істейді, қанша не істемейді? Так, қазір бізде 13 камера жұмыс істеп тұр. Дала көрсетілмейді сіздерде? Дала көрсетіледі, дала тұрған, мынаның бәрі дала бар бәрінде. Мына жерде тұр. Мына қатты желден қайта үзіп кетеді дейік. Жел бізге өте қиын болды. Қазіргі таңда электригім жоқ болып отыр. Бірақ ауданға заявка тастағанмын. Олында жаңа электр табылса, енді қосамыз деп, мына өшіп тұр ғой мыналар. Мына 4 жерде далада камера бар. Естің алдында бар, даладағы туалетте бар, мына пошта бар, сосын көмірхана жаққа қарай түседі. 4 камера бар далада. Қалғанның бәрі ішінде. Мына жердің өзіне кім кіреді, кім қояды, бақылануда. Мына математика ма? Саламатсыздар ма? Мына антисептиктері бар. Температура бар ма комнатада? Комнатада температура бар, комнатный температура 28 ма сондай болып тұр. Жақсы. Рахмет. Қай сынып? 7-ші сынып. 7-ші сынып. Алгебра сынып. Алгебра сабағы деп жатыр. Отырыңыз. Келесі сабақ. Ақбақай ауылындағы орта мектепке келдік, көрдік. Әрбір балаға демей қойын, әрбір сыныпқа бір бөлек
сыныптан берілген, ешкім қайталанып келмейді, ешкім ол кабинетке аударылып келмейді. Сіздерде самый главный нәрсе не бар ма? Лампа не істейтін? Кварц. Иә, кварц. Әр кабинетте жеке-жеке кварц. Ең басты кварцтар бар, кварцты алу керек. Сол балалардың денсаулығына осындай ауылда, алыс ауылда да санитарлық нормалар сақталу керек. Рахмет.